Ассалаумағалейкум. Арнама қолдау ретінде тіркеліп, жақсы әңгімелер тыңдай отырыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Бір ауруханада екі қарт кісі жатыпты. Екеуінің науқастары бір болғандықтан бір бөлмеге жайғастырыпты. Тек бірі терезенің жанында, екіншісі есіктің дәл қасында жатады екен. Терезе жанындағы қарт күн сайын есік тұсындағы қарияға сырттағы тыныс тіршілік туралы айтып отыратын. Бүгін теңіз бір қалыпты, аздап жел соғып тұр ғой деймін. Өйткені анау ұзақтағы кеменің желкені желбіреп тұр. Теңіз жағалауында шағалалар ұшып жүр. Осылайша күндер өте берді. Күндердің бірінде әлгі терезе жаныңдағы ақсақалдың жүрегі ұстап нашарлап қалды. Әдетте бөлмедегі қоңырау түймесін баса қалса, дәрігерлер жетіп келетін еді. Ал бүгін қасындағы қарт дәрігерді шақыратын түймені баспады. Өйткені терезеден дүниенің өзі көре алмай, тек көршісінің тыңдауымен ғана шектеліп жататын. Сол есіне түсті ме, шайтанның сөзіне еріп, қоңыраудың түймесін басуға құнттан да қоймады. Осылайша ол досын жазықсыздан жазықсыз өлімге қиды да жіберді. Келесі күні дәрігерлер есік жанындағы жатқан қарияны терезе жанындағы босаған орынға ауыстыратын болды. Осы күнге дейін тыңдауға ғана мүсі танытқан адамның қуанышы қойнына сыймады. Енді табиғатты сан қырлы нақыштарын өз көзімен көріп жататын болды. Орнына жайғаса салып, басын көтеріп, терезеге асығумен мойнын созып еді. Арғы жақта қара қабырғадан басқа ешнәрсе көрінбеді. Қызғаншақтық, көреалмаушылық адамды жақсылыққа әкелмейтіні анық. Әңгімемді соңына дейін тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Алланың нұры жаусын.